Баршаңызға сәлем. Мандариннің қандай ауруларға ем екенін айтатын боламын. Пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Суық тиіп ауырғанда, тұмауратқанда мандарин шырынын ішу керек. Болмаса мандариннен дайындалған нәрсуді ішуге болады. Сонда иммунитет күшейіп, ауруға қарсы күресе аласыз. Мандарин цитрусты жемістердің ішінде көпшілікке белгілі әрі кең тараған жемістердің бірі. Кез келген мерекеде дастарханнан үзілмейтін бұл жемістің пайдалы тұстары өте көп. Мандарин әсіресе аскорбин қышқылына өте бай. С дәруменін алу үшін оның 1-2 данасын жеген жеткілікті. Сонымен қатар мандаринда кальций, калий, магний сынды минералдар мен Д, В, А, Р, К дәрумендері де аз емес. Жемісінің құрамында лимон қышқылы болғандықтан оған нитраттар мен басқа да зиян заттар жиналмайды. Бұл пайдалы жеміс тәбетті арттырып, ас құруды жақсартады. Бүйректегі тасты түсіру үшін де мандарин шырынын ішіңіз. Мандариннің тек жемісі ғана емес, қабығы да өте пайдалы. Оны тастау салуға асықпаңыз. Өйткені ондағы пайдалы заттар ем ретінде іске асыруға болады. Мандарин қабығы буын ауруларына ем. Сондай-ақ иммунитетті көтеретін қасиетке ие. Оның көмегімен иммунитетті нығайту үшін төменде көрсетілген мынадай дәріні жасап көріңіз. 2 ас қасық мандарин қабығына 250 мл арақты құйып, 1 апта тұндырып қоясыз. Осылайша дайындалған сұйықтықты 20 тамшыдан күніне 3 рет қабылдау керек. Дәріні тамақтан бұрын 20 минут бұрын ішкен пайдалы. Егер тамаққа тәбетіңіз тартпай, ас қорыту жүйесінің жұмысы нашарлайтын болса да, осы дәріні қабылдаңыз. Жөтел кезінде мандариннен ингаляция жасауға болады. Мандарин қабығын майдалап турап, бір уысын аласыз да кішірек кастрөлге не табаққа саласыз. Оған азырақ қайнаған су құйып қайнатыңыз. Сөйтіп судың буымен біраз уақыт тыныстау керек. Осындай ингаляция арқылы жөтелден аюға болатынын есте сақтаңыз. Тұмауратқанда мандарин қабығынан жасалған тұнбаны ішіп, ауруды жеңуге мүмкіндігіңіз бар. Мұндай дәріні дайындауға 3 ас қасық кептірілген мандарин қабығы мен 2 стакан қайнаған су қажет. Қайнаған суды мандарин қабығына құйып, 2 сағаттан қалдырасыз. Сөйтіп 2 ас қасық бал қосып, жылыдай жарты стаканнан күніне 3 рет қабылдау керек. Қандағы қант мөлшерін түсіру үшін де мандарин қабығы көмекке келеді. Мұндай 3 дана мандариннің қабығына 1 литр су құйып 10 минут қайнатасыз. Қайнатпаны суытып, күн сайын жарты стаканнан тамақтан 15 минут алдын қабылдаңыз. Сонда қандағы қант мөлшері қалыпқа келеді. Іш кебу кезінде мандарин қабығын кептіріп майдалаймыз да тамаққа 1 шай қасық қосып ішеміз. Сонымен қатар мұндай майдаланған мандарин қабығынан тыныс жолдары қабынғанда тұнба дайындап ішкен жөн. Ол үшін 1-2 қасық мандарин қабығына 1 стакан қайнаған су құйып 1-2 сағат тұндырып қою керек. Белгіленген уақыттан соң тұнбаны сүзіп алып, ыстық күйінде жарты стаканнан ішуге болады. Емді тамақтанардан 20-30 минут алдын жүргізіңіз. Ақпараттар сізге пайдалы болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.